Жалғыз қалған ана. Авторы Фариза Амангелдіқызы. Айғыз апаның Көкбазарды жағалағанына біраз күн болды. Күнде таң атысымен жағалап келіп, әр бұрышқа отырып, өткен-кеткен жолаушыға қолын жайып отырады. Астында қоқыстан алған банан коробкасы. Мынадай суық күнде коробканың қайбір панасы бар дейсіз. Астынан өткен сыз жамбасы мен белін, одан қала берді екі тізесін қақсатып барады. Жұқа көйлек пен сыртынан іле салған етегі қысқа жемпірі қарашаның ызғарға толы желіне төтеп берер емес. Басқа киерге киімі жоқ енді, қайтсын. Кейуана суыққа тілім-тілімі шыққан қолын жайып күн ұзақ отырады. Біреулер аяп өтсе, біреулер көзінің қиығын ғана салып өтуде. Ал енді бірі маскүнемдікке салынған ғой, болмаса осы жасқа келгенде үй-күйсіз жүрер дейсің бе, деп күбірлесіп өте шығады. Көкбазар дүкендерінің жанындағы түскі ас дайындайтын асханаға жаңадан жұмысқа қабылданған Дана 2-3 күннен бері осы Кейуананы бақылап жүр. Жанына барайын десе бастығынан сөз естимін бе деп тырп ете алмайды. Оның үстіне тапсырыс көп болғандықтан кешке дейін 1 минут те бос болмайды. Түскі асын жүре жейді, ал кешкісін асхананы жауып сыртқа шығам дегенше әжей кетіп қалады. Бүгін Дана терезеден тағы әжейді бақылап жүр. Таңертең бастығы азық-түлік әкелуге баратынын айтқан. Сол уақытты тағатсыздана күтіп жүр. Бастығы кетісімен сыртқа шыққан Дана әжейге беттеді. Суықтан орамалын мойнына дейін орап алған әжей жан-жағына мән бермей, бір қолын жайып, тізесіне сүйеніп отыр еді. Жанына барған Дананы байқамады. Селк ете қалған әжей қорқақтап, "Мен мына жерге" деп сасқалақтап орнынан көтеріле беріп еді. Дана сырт киімін әжейдің үстіне жапты да, қолындағы ыстық 2 бәліш пен 1 реттік стақанға құйылған ыстық кофені ұсынды. Түсінбей қалған әжей Данаға батасын үйіп төкті. Дана әжейдің салқын қолын қысты да, "Әжей, кешке кетіп қалмаңыз, мен анау асханада жұмыс істеймін, кешкі сағат 7-лерде шығамын, мені күтіңіз, мен қазір асығыспын", деді де асханаға жүгіріп кетті. Асханаға кіргені сол еді, Дананы бастығы күтіп алды. Кассадан ақша алуды ұмытып, кері айналып келген екен. Дана үнсіз тұрып қалды. "Ондай кісілер қалада толып жүр. Не, әрқайсысына көмектесіп шықпақшысың ба? Одан да өзіңді жарылқамайсың ба?" деді зіркілдеп. "Кешіріңіз, енді қайталанбайды. Енді жұмыс уақытында сыртқа шыққаныңды көрсем, жұмыстан шығарамын, айтпады деме." "Жарайды", деп Дана тірлігіне кірісті. Кештің батқанын күтіп жүр. Әлгі Кейуана да жалтақтап қарап қояды асхана жаққа. Бастығы ғана мұрнын тыржитып, әжейді терезеден көріп жақтырмай отыр. Жұмыс аяқталып, Дана есікті жапты да әжейге келді. Сырттай бақылап тұрған бастығы басын шайқады да көлігіне отырып жүріп кетті. Дана әжейді сүйреп тұрғызды да, "Әжей, үйіңізге қайтпайсыз ба?" деді. "Үйім жоқ, шырағым." Кешіріңіз, қайда қонып жүрсіз түнде?" "Мына базарды айналғанда артында жертөле бар, сонда жатамын." "Не дейсіз? Әжей-ау, ол жертөледе қалдық сулар жиналатын жер ғой." "Иә, білемін, басқа барар жерім жоқ қой. Ол жерде ешкім қумайды, сол үшін сол жерді паналадым." "Бүгін біздің пәтерге жүріңіз, мен сізге көмектесейін." "Өзің зорға күнелтіп жүргенде маған көмектесіп қиналып қалмайсың ба, жарығым?" "Түк етпейді, жүріңіз." Олар Көкбазардан жоғары көтеріліп, Гоголь көшесінен такси ұстап, пәтерге жол тартты. Үйде ешкім жоқ екен. Дана әжейді асханаға бастады да, өзі тез беті-қолын жуып, шайдың қамына кірісті. "Жалғыз тұрасың ба, қызым?" "Жоқ, 5 қыз болып тұрамыз. Олар жұмыста, кеш келеді. Саған ренжіп жүрмей ме, қайдағы дуананы кіргізіп деп?" "Жоқ-ау, о не дегеніңіз? Бәрі жақсы қыздар, бірге оқығанбыз, оқуды аяқтап қалада жұмыс жасап жүрміз." "Ал, жүріңіз, шай ішейік." Әжей беті-қолын жуып дастарханға отырды. "Шай үстінде сұрағаным ұят шығар" деп, Дана көкейіндегі мың сұрақты кейінге қалдырды. Оның сұраулы жүзінен бәрін түсініп отырған Кейуана бір күрсініп алды да, "Мен ең бақытты ана едім. Ұлым 5 жасқа толғанда күйеуім жол апатынан қаза болды", деп
бірден әңгімесін бастады. Жұбайымның қазасы ауыр тиді ме, мен ауырып ұзақ жатып қалдым. Ұлыма абысыным қарады. Сол үйдің баласы сияқты өсті. Бәлкім өзім өсіргенде маған мейірбан болып өсер ме еді, кім білсін, деп әжей көзінің жасын бір сүртіп алды. Дана дереу шкафтан бет орамал әкеп берді. Кейуана әрі қарай әңгімесін жалғады. Абысыным ұлымды өз баласындай көрді. 3 қызымен қатар өсірді. Ешқашан бөлектетпеді. Мен 2-3 жылдан соң айыға бастадым. Тағы 1-2 жылда өз аяғымен жүріп тұратын болдым. Ол кезде ұлым 10-нан асып қалып еді. Абысыным тым ерке қылып өсірді. Өзінде ұл болмаған соң өз ұлындай көріп, айтқанын айтқан, дегенін деген етіп ер жеткізді. 5-ші сыныптан 6-шы сыныпқа көшкенде өзім қолыма алдым. Жұбайымның отын сөндірмеймін, шаңырағын былғамаймын деп 2-ші рет тұрмыс құрмадым. Солай екеуден екеу өмір сүріп жаттық. Мемлекеттің беретін аз ғана жәрдем пұлын талғажау етіп жүрдік. Балам өсе келе ол ақша жетпей бара жатты. Сосын күнделікті жалданып, үй тазалап, қора-қопсыларын тазалап ақша тауып жүрдім. Ұлым оған намыстанып, дауыс көтеріп, менің ол жұмысымнан ұялатынын айтатынын шығарды. Мен де диплом болғанымен ешқашан жұмыс істемегендіктен жұмыс іздестірмедім. Ағайын туыста көмегім беріп болды. Қашанғы біреуге алақаныңды жаясың, олардың да үй жайы, бала шағасы бар дегендей. Әжей, бауырларыңыз, ата-анаңыз болмады ма сол кездері? Болды ғой, жалғыз ағам болатын. Мен медучилищеде оқуымды аяқтаған жылы әкем өмірден өтті. Ал шешемді туғалы көрмегенмін. Мені туыпты да шешем жарықтық дүние салыпты. Содан ағам мен жеңгем мені ұзатты да өздерімен өздерің болыңдар деп еді. Содан төркінге баруды қойған едім. Жұбайым қайтқалы бізге жармасып, масыл болады деді ме, есіктерін біз үшін мәңгі жапты. Ал қайын жұртым қашан да көмегін аямады. Балам мектепті аяқтаған жылы балалармен төбелесіп, біреудің баласына пышақ сұғып, милиция алып кетті. Содан 2 жыл отырып келді. Менің қорлығым да содан кейін басталды ғой, деп Кейуана көз жасын тағы бір сығып алды. Әжей әңгімесін жалғады. Балам 2 жыл түрмеде отырып шықты. Келген соң бәріне мені кінәлайтынды шығарды. Соның көңіліне қарап өмір сүріп жаттық. Қаласа үйге келеді, қаласа ол да жоқ. Бір күні сары шашты бір қызды ертіп келді. Мен осы қызға үйленемін деп. Қаланың ақ саусағы, қайдан ауылға жартып келін болсын, үйленемін деп тұрып алған соң, амалсыз ағайынды жинап ақылдасып, егер үйленсе балалығы басылып адам болар деген ой болды бәрімізде. Сонымен абысыным келінді біздің үйге түсірейік. Құда жекжат келсе, Союздың қоржын тамын көріп күлер, ұяттағы деп. Келім кетім аяғы басылған соң, келінді өз үйіңе аларсың деді. Жарайды деп келістім. Той өтті. Келінді енді үйге келемін деген арман болды. Олар той өте салып қалаға кетеміз дегенді шығарды. Былай айтсақ та көнбеді. Қалаға кетіп өз күнімізді көреміз деді. Мен қайтемін, балам-ау. Қайтемін нес? Мам, бірге кетеміз. Қалада өмір сүру қиын ғой жарығым. Тұрақты жұмысымыз болмаса, не үйіміз болмаса. Ой, осы аударып төңкеретініңіз не уайымдап? Жұрттар өлмей-ақ қалада өмір сүріп жүр ғой. Давай, мам, жинал, деді балам. Қалбалақтап не жинарымды білмей тұрып қалдым. 1-2 киім-кешекпен керек болар деп бір сыпыра төсек орнын ыдыс аяқ алдым да шақырып қойған мәшинеге отырып, өмірімде аяғымды басып көрмеген Алматыға жол жүріп кеттік. Осында келіп квартира алып жайғастық. 1-2 күннен соң балам мен келінім 2 күнге жоғалып кетті. Қаланы білмейтін болған соң амалсыз үйде отырып күттім. 2 күннен соң келіп тұр. Қолдарында бума-бума ақша, өздері мәз. Мам, үйді сатып келдім дегенде төбемнен жай түскендей болды. Не деп тұрсың? Ол сенің үйің емес сататындай. Әкеңнен қалған шаңырақ еді ғой. Менен неге сұрамайсың? Қалада қиналсақ қайтамыз ғой ауылға деп сенің көңіліңді қимай келіп едім. Бекер келіскен екенмін. Кімге саттың? Әкел ақшаны. Ойбай, не болды? Ұлым үшін бәріне барам. Ұлым тарықпай өсін дейтінің ғана. Ақша енді сенікі емес, ол біздікі.
қалағанымызша өмір сүреміз. Ұнамай ма? Кете бер. Состиып тұрып қалдым. Аузыма сөз түспеді. Кетейін десем қаланы білмеймін. Білген күнде де ауылда үй жоқ. Қалайын десем баламның айтқан сөздері өңменімнен өтіп барады. Шиқылдап құлағалы тұрған столға отыра кеттім. Сол екен, содан кейін көрген күнімнің бір жақсысы болмады. Ішкенім ірің, жегенім желім болды. Қара су берсең де қабағыңды ашып берші деп келініме өтініш айтамын деп баламнан таяқ та жедім. Үйдің ақшасының 2 айда түбі көрінді. Келінім бизнес бастамақшы болған екен, жұмысы жүрмей қалыпты. Ақшаның басым бөлігі сонымен кетті. Қалғанын ішіп жеп тауысты. Квартираның ақшасын төлеуге ақша таппай, мен алатын жәрдем пұлды сұрады. Амал жоқ, бауыр етім ғой, бердім. Шынтуайттап келгенде мені сол квартирасын ақшасын төлеп тұрады деп қана үйде тұрғызып жүрді ғой. Болмаса баяғыда қуып шығар еді, деген әжей тағы да үнсіз отырып жылап алды. Дана әжейді ұзақ тыңдады. Бұл кезде түн қараңғылығы болып қалып еді. Пәтерде бірге тұратын қыздардың да келетін уақыты болды. Дана әжейді жуынатын бөлмеге кіргізіп, ыстық суық суды көрсетіп жатыр еді. Қызым, ауылдан келгенде тұрған квартирамызда дәл осындай еді. Сол кезде үйреніп алғанмын деп күлді. Дана күлімсіреп, таза сүлгі берді де шығып кетті. Кейуана жуынып, тазаланып, асханаға қайта кірді. Ыстық тамақтың тәтті иісі алқымды жарып барады. Шыдамсызданып, ыстық тамақ жемегелі біраз болған әжей бишара сорпа ма деп сұрағанын өзі де білмей қалды. Иә әжей, ыстық сорпа ішіп терілесін дедім. Кеше ауылдан соғым салып жіберген әкем. Жас малдың еті, дәмді сорпа болады қазір, деп Дана баспармағын көрсетіп әжейге күлімдеді. Кейуана Данаға қарап қызығып, өзінше армандап, осындай келінім болғанда бәлкім қазіргі күйім бұндай болмас па еді, деді ішінен. Әжей, үйдің ақшасын тауысқан соң ұлыңыз бен келініңіз не істеді? Жұмыс істеді ме? Деп сұрады Дана. Олардың тұрақты жұмысы жоқ. Баламның қара жұмысқа мойны жар бермейді. Келінім де ақсаусақ. Анау-мынау тірлік істегілері келмейді. Әкесі қазақ, шешесі орыс. Әкесі кезінде тастап кеткен. Бөлек тұратын орыс шешесі бар. Олардың үйінде ит мысықтан көп нәрсе жоқ. Солармен бірге жүріп тұрады. Қызынан соларын артық көреді. Айналып келгенде екеуі де құр жүрген біреу. Сонымен ақша түгесілді. Менің жәрдем пұлымды да алып жүрген. Ол қайбір жыртыққа жамау болады. Ас ауқатқа жетпей, үйде күнде ұрыс керіс көбейе бастады. Ақыр аяғында тамақтың бәрін мен жейтін болып, оларға масыл болып шықтым. Балам алда барбап поштадан алатын жәрдем пұлды банктен, картішке дейме бірдеңемен алатын қылып жасады да өз алып жүретін болды. Одан соң әрі тұр, бері тұр бола бастадым. Бір күні квартираның егесі келді үйге. 3 айдан бері ақысы төленбепті. Балам ертең төлейтінін айтты да шығарып салды. 1 айға зорға төлеп жүргенде 3 айды қалай төлейміз бірден, дегенім сол еді. Келінім айғайды басты. Орысша шүлдірлеп тұр. Ұқпадым. Екеуі ұрсып, ақырында келінім затын жинап тайып тұрды. Содан балам екеуміз осы көк базарға келдік. Осында пәтер беретіндер жүреді дейді. Пәтер іздемекші болдық. Баяғы пәтерден көшетін болдық. Заттарымызды пәтер тапқанша сонда қалдырдық. Көк базардан арғы көшеде біраз пәтер іздедік. Балам мені заттарды жинай беріңіз деп таксиға отырғызып үйге жіберді. Үйге келсем басқа біреулер көшіп келіпті. Заттарымыз далада тұр. Не істерімді білмей біраз сыртта отырдым. Баламды күттім. Кеш түсіп қараңғылық қоюлана бастады. Балам әлі жоқ. Сол күні жаңа көшіп келгендерден өтініш жасап бір түн қонып шықтым. Ертеңіне де сыртта кеш батқанша күттім. Келмеді. Содан қайта осы көк базарға келдім. Ары-бері есіме түсіріп, пәтер іздеушілерді іздеп, баламды сұрастырдым. Ол дегенің үлкен қала болғандықтан сабан ішінен ине іздегенмен бірдей екен. Сол күйі баламды таппадым. Не өлі, не тірі екенін білмеймін. Кейде мені әдейі тастап кетті ме екен деп ойлап қоям. Ана жүрегі шіркін, сенгісі келмейді ғой құрғыр. Содан бері осы жерде қалып түнелтетін болдым. Сөйтіп жүріп бүгін өзіңе жолықтым ғой. Құдай,
бірақ қызым алаңдама, ертең-ақ қайтамын ғой, өзіме лайық жерге, деп әжей әңгімесін аяқтады. Дана еріксіз жылап жіберді. Әжей, мен сізді бұлай тастамаймын, көмегімді аямаймын, деп көзінің жасын сүртіп, әжейдің қолын қысты. Дана ертеңіне жұмыстан 2 күнге сұранды. Пәтерде бірге тұратын қыздың жиен ағасы осы Көкбазарда телефон жөндеуші болып жұмыс істейді екен. Сол кісі арқылы әжейдің баласын біраз іздеді. Түр-түсін, сұр-сипатын айта бастағанын-ақ бәрі тани кетті. Көкбазарға жақын жерде пәтер іздеген бір жігіт пәтер берушімен келісе алмай, әңгіменің ақыры жанжалға ұласып, жігіт пәтер берушіні пышаққа алыпты. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері дереу жігітті алып кеткен екен. Мұны естіген әжей сыздаған жүрегін ұстап, қара суыққа мұз боп қатқан жерге отыра кетті. Қолтығынан демеген Дана жедел жәрдем шақырып әлек. Көзін ауруханада ашқан әжей бірінші болып Дананы көрді. Дана амалсыз барлық жағдайды айтып берді. Өкінішке орай, өткен күні пышаққа түскен пәтер беруші жарасы жеңіл болса да арызымды қайтып алмаймын деген көрінеді. Баласын уайымдаған ана байғұста бәріне көнгеннен басқа амал қалмады. Ауруханада бір жеті жатқан әжей шыққан соң қайта Көкбазарды жағаламақшы. Ауылға қайта алмайды. Мұны күтіп отырған не ағайын, не төркіні, не өз үйі жоқ. Бірақ Дана әжейді көшеге қаңғыртып жібере алмайды. Өз үйіне де апара алмайтынын түсінген ол, ары-бері ойлады да, ең дұрыс шешім әжейдің денсаулығы мен күнделікті тамағы ғой деп, қарттар үйіне орналастырмақшы болды. Амалдап әжейге айтып көріп еді. Менде таңдауда жоқ қой, шырағым, деп көзінің жасын сықты. Кешегі қол үшін бермекші болған Көкбазардағы телефон жөндеуші жігіт ағасы бүгін тағы да бір қол үшін беруге келісті. Тамыр таныс арқылы әжейді қарттар үйіне орналастырып, құжаттарын рәсімдеп берді. Қоштасып тұрып Дана, келіп тұрамын әжей, деп құшақтады. Қайтып келе жатып Дана ұзақ ойланды. Дұрыс жасадым ба? Неге қарттар үйі? Неліктен? Бұл сұрақтарға жанындағы құрбысы жауап берді. Неге өзіңді кінәлі сезінесің? Ең бастысы осы, әжей қазір қауіпсіз, әрі қамқорлықта, деді.